Сәлем достар, Супергенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге королевский барқыт тортын дайындайтын боламыз. Бұл торттың әлеуметтік желілерде дайындалу түрлері өте көп. Бүгін біз ерекше бір королевский барқыт дайындайтын боламыз. Егер достар менің арнамды алғаш рет көріп отырған болсаңыз, онда арнаға жазыла кетіңіз және де видеоларды алғашқылардың бірі болып көру үшін колокольчикті баса кетіңіз. Ал ендеше біз королевский барқыт тортын дайындауға кірісеміз. Бірінші жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. 6 дана жұмыртқа қажет. Достар, маған пікірге жаза кетсеңіздер, менің сіздерге таза қазақша сөйлегенімді қалайсыздар ма? Және де сіздер өмірде таза қазақша сөйлейсіздер ме? Например, микроволновка дегенді қысқа толқынды пеш деп, сливки дегенді клегей деп, сіздерге таза қазақша ыңғайлы ма? Егер түсінсеңіздер таза қазақшаны, мен барынша таза қазақша сөйлеуге тырысайын. Өйткені хейтерлер соңғы уақытта маған неге орысша көп қосасыз деп айтады да, мен өмірде солай сөйлеймін. Значит, мен сіздермен шынайымын. Яғни ешқандай жасандылық жоқ, видеоға дайындалып алып, мен бәрінің қазақшасын зерттеп алып, например, қамыр қопсытқыш. Егер сіздерге таза қазақша ыңғайлы болса, онда давайте мен де таза қазақша сөйлейін. 6 дана жұмыртқамызды салып алдық, енді миксерлейміз. Маған айтады, тіпті миксерлейміз деген сөзді айтуға болмайды, араластырамыз деп айту керек дейді. Енді мен оны араластырмаймын ғой, миксерлеймін ғой. Аздап миксерлеп алдық, енді қантымызды саламыз. Миксерлейміз. Аппақ масса пайда болғанша. Қараңыздар, массамыз біріншіден ағарды, екіншіден көлемі ұлғайды. Енді мұнда ұнымызды саламыз. Ұн илегіштің көмегімен. Қыздар, мен бір нәрсені разлихителді ұнға араластыруымыз керек. Деп үстіне салып жере саламыз. Жылдам, тез, 20 секунд қана миксерлейміз, тіпті 10 секунд қана. Бірінші бір араластырып аламыз. Все, 10 секунд қана миксерледік. Енді бұны 3 бөлікке бөлеміз. Шамамен бірдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Достаточно, кажется. Үш бөлікке бөліп алдық. Біреуіне какао, екіншісіне жаңғақ, үшіншісіне мейіз қосатын боламыз. Мейіз. Жаңғағымыз біздің үлкен болғандықтан ұсақтатып аламыз. Жаңғағымыздың барлығын турап салдық, енді бір араластырамыз. Дәл осы сәтте пешті қыздырып қоя берсек болады. Барлық торттарды, пирогтарды барлығын 170-180 градуста пісіретін боламыз. Бір коржығымыз дайын. Екінші коржығымызге жуып дайындалған мынадай мейізімізді қосамыз. Және де курага, чернослив, әртүрлі нәрсені қоссаңыздар болады. Ең соңында какао салған массамызды салып араластыратын боламыз. Кальцомызды пісіруге дайындаймыз. Ол үшін фольгамен пісіреміз. Так. 22 диаметрде пісіретін боламын. Фольгамен жан-жағын қаптаймыз. Және үстіне массамызды құямыз. Медена изюммен. Енді бірінші ескетті пісіруге жібереміз. Дәл осылай кейінгі екі ескетті де пісіретін боламыз. Шамамен 10-15 минут. Пештің қызу температурасына байланысты 170-180 градуста пісіретін боламыз. Какаомызды салған болатымыз, енді араластырып жатырмыз. Бұл бізде шоколадный корж болады. Бұл да тек кальцияға сатып пісіру ғана қалды. Мынау бізде шоколадный корж, мынау бізде грецкий орехпен.
Бисквитіміз пісті, шпажкамен тексереміз, құрғақ демек пісті деген сөз. Кольцомыздан ақырындап шешіп аламыз. Және пышақты былай емес, былай ұстаған маңызды. Былай ұстаған кезде пышақты ровно кеседі. Егер сіз былайынан қиғашына ұстайтын болсаңыз, торттың әрлері ире керек болады, бисквиттің яғни. Мінекей мейіздеріміз әр жерінде әдемі коржымыз пайда болды. Енді салқындатамыз. Бисквиттарымыз, 3 бисквитіміз де пісті, воздушный, корждар сондай нәзік, әп-әдемі болды. Енді біз крем дайындауға кірісеміз, бисквитті салқындатуға қойып қоямыз. Сливкемізді бірінші жақсылап миксерлейміз. Ұзақ миксерлеп қажет емес, шамамен 1 минуттай. Көлемі ұлғайып көп болды, енді қант ұнтағын саламыз. Миксерлейміз. Енді сырымызды саламыз. Маскарпоне немесе творожный сырды қолдансаңыз болады. Немесе екеуін араластырып қолдануға болады. Креміміз дайын, енді тортымызды құрастыруға кірісеміз. Подложкамызға аздап крем жағып аламыз. Ол бізге жылжып кетпеу үшін. Және де коржымызды орналастырамыз. Және де пропитка жасауға болады. Пропитканы сүтпен немесе сироппен жасасаңыз болады. Бірақ маған кремнің өзі жеткілікті, сондықтан мен пропитка жасамаймын. Шоколадный коржымызды жібереміз. Крем жағамыз. Соңғы жаңғақты коржымызды саламыз. Енді дәл осы тұрысында холодильникке пропиткаға жіберсеңіздер болады, бірақ бізде оған уақыт жоқ, сондықтан бірден айналасын тегістеп кетуге кірісеміз. Яғни тортымыздың үстін және жандарын крем жағып тегістейміз. Мен айналасына крем жағу үшін бірінші макс яғни макс алынған креммен айналасын түзеулейтін боламыз. Бірінші үстін. Сонымен достар, біздің королевский тортымыз дайын. Және де бір коржығына сіз өз қалауыңыз бойынша мак қоссаңыз болады. Яғни мейіздің орнына немесе қосымша корж жасап мак қоссаңыз болады. Немесе егер ұнатпасаңыз, қоспасаңыз да болады. Және де өз қалауыңыз бойынша әдемі етіп оформление жасасаңыз болады. Клубникалармен, шоколадтармен, немесе балаларға арнап, үлкендерге арнап деген сияқты. Мен бұнымен балаларға арналған оформление жасайтын боламын, сондықтан дәл осылай қалдырамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода жүздескенше.